Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің құлшылығында, Аллаға деген құлшылығында, ғибадатында алдына жан салмаған. Пайғамбарымыз сияқты қасында жүрген сахабалар да ғибадат жасай алмаған. Намазды сондай оқиды, түнімен оқиды. Аяқтары ісігенге шейін оқиды дегенді бір көз алдыңызда елестетіп көріңіздер. Біз кейде оқимыз тарауықтарда, балтырымыз біраз сыздайтын дәрежеге шейін жетеді біздікі. Оның өзінде, балтыр аяғы ауырып кетті деген сияқты өзімізге бүйтіп, басқаша болып қаламыз. Ол кісі аяғы ісіп кететін болған, Құдай сақтайын. Отырған кезде аяғын жанына қойып отыратыны сондықтан болғаннан, еріккенден емес ол. Аяғы ісіп кеткендіктен арт жағымен аяғын баса алмай қалатын болды. Ол кісі жомарттықта да алдына жан салмаған. Қасында жүрген Әбу Бәкір мысалға, қатты жомарт адам болып есептеледі ғой. Пайғамбарымыздан кейін бірақ. Сондай жомарт болған Әбу Бәкір ислам дініне кірген кезде ол кісінің 50.000 дирхам дейма сондай ақшасы болған. Енді ол өте көп ақша болды. Бірақ Мәдинаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге көшіп барған кезде қолында 40 дирхамы болған ба, 50 дирхамы қалған ғой. Соның өзін, ең соңғы қалған ақшасының өзін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешіт салам дейді. Тегін бір тегін алмаймыз, біз сатып аламыз дейді. Бірақ пайғамбарымыздың өзінде де ақша жоқ. Мұсылмандар айтады, қайсыларың сатып аласыңдар? Әзір Әбу Бәкір, мен сатып аламын. Сол ең соңғы ақшасында соған салған адамда. Үйіңе кімді қалдырдың деген кезде мен Алла мен пайғамбарды қалдырдым деген жомарт Әзірет Әбу Бәкірдің өзінен артық жомарт кісі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көрген бәдәуилер Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кедейліктен қорықпайды екен деп ислам дініне кіріп кете болған. Кедей болған кезде сахабалары келіп, Хандақ соғысында, я Расулалла, қарнымыз аш деп, аштықтан қатты мазалағаннан кейін соны сезбеу үшін қарындарын таспайды деген. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, я Расулалла, қарнымыз қатты аш, міне қараңызшы деп, қарындарын ашқанда Мұхаммед пайғамбарымыз да қарны ашқанда 2 тас тұрған екен, 2 тас. Бір тас байлап жүрсе сахабалар, Мұхаммед пайғамбарымыз 2 тас байлап жүр. Ешқашан аштықта болсын, тоқтықта болсын, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына ешкім өте алмаған. Өтуге де тырыспаған. Өйткені мүмкін емес ол. Ал енді ол кісіге Алла тағала дүние берген кезде, мынаған 100 түйе, анаған 1 сай толған қойды беріп жіберсең, ол алып кете беріңдер. Ескен желден де жомарт. Мысалға, Әзіреті Әбу Бәкірлер мешіттен қайтып бара жатқан кезде, енді сол кісімен салыстырамыз, өйткені ең жақын сахаба болған ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Қай жағынан болса да. Бір пақыр менің киетін көйлегім жоқ, маған көйлек берші деп сұраған кезде, жарайды жүріңіз деп үйіне барып, үстіндегі ғана көйлегі бар екен де, соны шешіп, беріп бесік жауқан ғой бұл. Өз жалаңаш қалған. Анау сұрады деп үстіндегі киімі шешіп беріп берген. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұраған кезде өзінде жоқ болса, біреуден қарыз алып беріп жібереді ғой. Міне жақсылықта жарысу деген нәрсе. Әзіреті Омар осы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен Әбу Бәкірге жетем деп жарысқан ғой. Міне озам деп дүниесінің жартысын алып келген кезде, Әбу Бәкір барлық дүниесін алып келді дегенді естіген кезде мен енді ешқашан бұл кісінің алдына шыға алмайды екенмін деген. Ол Мұхаммед пайғамбармен жарысып жатқан жоқ, Әбу Бәкірмен жарысқанның өзінде қалып кеткен. Ал Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жомарттығына ешкім жете алмайды.